Ал енді тәуелсіздіктің тұсында мен Астананы жырласам, мынау қазақ елінің қайтадан арқаға кеше, арқадан Абылай заманында күңіреніп кешкен арқаға елдің қайтадан бет алғанын жырласам, Ақорданың орнағанын жырласам, көк туын тіккен жырласам, сонда менімен сарай ақыны болып шығам ба? Совет үкіметінде біз жырладық қой. Совет үкіметінің қазақтың көрмегені жоқ. Қырылдық, чабылдық, қанға боялдық. Ал енді өз тәуелсіздігімді жырласам мен сонда елбасы туралы бір-екі ауыз 4-5 шумақ өлең бар екен деп. Ол Бәйтерек туралы поэма, ол тұтас бір дәуірде жырлаған поэма. Ол тек қана Астананың құрылғанынан бастап, орнағаннан бастап жырлап тұрған шығарма емес. Оқымайды біздің жігіттер. Сонан кейін біздің енді көңілге келмес журналистер көбіне поэзияны оқи бермейді. Сол журналистер біреудің аузына сөз салады, біреу айтып жібереді. Соныменен мен ту туралы поэма жаздым. Кенесары туралы поэма жаздым. Бөгенбай туралы поэма жаздым. Ал енді осының бар тәуелсіздіктің тарихы мегінде немене? Бәйтерек соның жалғасы. Енді ол ұлы батырларымыз біздің Абылай заманындағы әсіресе. Атақты батырлар болған адам, Бердіқожа сияқты, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай мысалы, осының бәрін жырладым мен. Арысы Жалаңтөс. Сондағы бүкіл алтын өзегі шығармалардың тәуелсіздік, бостандық. Бостандық үшін күрес бабаларымыздың күресі. Осының барлығына көз жұма қарайтындар бар, бірақ уақыт өткен сайын ит үреді, керуен көшеді. Оның бұндай пікірлер, жаңсақ пікірлер бәрі қалады. Өйткені ұрпақ қанша дегенмен түбінде шындықпен бетпе-бет келеді.